Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Құдайбергенов Наурыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бір орыннан ұзындыққа секіру. Сабақтың мақсаты денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету. Сондай-ақ техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу. Бір орында тұрып ұзындыққа секіру жылдамдық пен күштілік қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Секірудің көптеген түрлері бар. Солардың ішінде ең қарапайымы бір орыннан ұзындыққа секіру. Секірудің қандай түрі болмасын, солардың біреуін орындаған кезде негізгі әсер ететін күштер жерден күш ала тіреніп жылжып кету күші мен дененің өзінің ауырлық күші болып саналады. Секіру тегіс табанға жұмсақ жерде өткізіледі. Секіретін жерге секіру сызығы мен қашықтық сызықтары белгіленеді. Бүкіл секірісті негізгі 4 кезеңге бөлуге болады. Олар дайындық кезеңі, ытқу кезеңі, ауада қалықтау кезеңі, жерге түсу кезеңі. Жерге 2 аяқпен түсу керек. Секіру көрсеткіші секіру сызығынан бастап аяқтың не қолдың тиген жеріне дейінгі қашықтық болып есептеледі. Әр оқушы 3 рет секіріп, ең жақсы көрсеткіш бағаланады. Қауіпсіздік ережесі. Спорттық киім өзіне шақ болу керек. Спорттық аяқ киімнің табаны резина болу керек. Секіретін жерде бөгде заттардың болмауын қадағалау. Секіретін оқушының алдында көлденеңнен тұрмау қажет. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.